Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қайталау сабағы. Сабақтың мақсаты сөздерге қосымшаны дұрыс жалғай білу, сөздерді көптік мағынада айта және жаза білу. Екінші тапсырма: сөздерге кімде, неде, қайда деген сұрақтарды қой. Үлгі: кімде? Ағам да. Дәл сол сияқты кітап, көше, орман, ауыл, жайлау, ағаш, тау, өзен, көпір, саябақ, қыз, атам, жол деген сөздерге кімде, неде, қайда деген сұрақтарды қой. Сөздерге кімде деген сұрақ қояды, 1 балл. Сөздерге недеге деген сұрақ қоя алады, 1 балл. Сөздерге қайда деген сұрақты қоя алады. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. 4-ші тапсырма: сөздерді көптік мағынада жаз. Дескриптор: сөздерді көптік мағынада жазады, 3 балл. Қазақстан рәміздері тақырыбына диалог құр. Дескрипторға назар аударайық. Диалог құрады, 2 балл. Сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.